Құлақла кірпі. Бұл хайуан өзінің ұзын тікенлері һәм түнгі тұрмыс тәрізіменен парықланып тұрады. Жасау орынлары һәмде тарқалуы. Бұл хайуан хәлсізге жақын, бөлек-бөлек тарқалған, кемнен-кем ұшырайтұғын түрі салпанады. Өзбекстанда үстірт егісіклерінде ұшырасады. Сондай-ақ Батыс, Памир, Алай тау етектілерінде жасайды. Суретте көрініп тұрғанындай, оның денесі қалың һәм ұзын инелерменен қапланған. Бұл инелер оны дұшпанлардан сенімлі қорғайды. Апуайы кірптікенлердің парықлары өшсе, оның инелер ұзынырақ һәм реңі тоқырақ, қара реңге жақын болады. Ол тикардан түнде белсенді болады. Қарқилы шыбын-шіркейлер, шаянлар һәм майда хайуанлармен азықланады. Табиатта һәм ауыл қожалығында үлкен пайда келтіреді. Бұл кірптікен түрі Өзбекстан қызыл кітабына кіргізілген. Жасау орынларының өзгеруі һәмде инсан іскерлігі нәтижесінде олардың саны кемейіп бармақта. Оларды сақлау шыбын-шіркейлер санының табиғи жолменен қадағалауда жүдә ахметлі. Оларды сақлау шыбын-шіркейлер санының табиғи жолменен қадағалауда жүдә ахметлі.